Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Сіздерге бүгін пачуба салатының ерекше жасалу жолын көрсететін боламын, яғни рулет түрінде жасап көрсеттім. Видеоны соңына дейін қарау арқылы біле аласыздар жасалу жолын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер және де комментарий қалдырыңыздар, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Бұл салат сіздердің дастарханыңыздың сәнін ашатынына сенімдімін. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ең алдымен біз осындай пакетімізді дайындап аламыз. Пищевой пакеттің жақсы түрін қолданған дұрыс. Қатты. Алдым. Енді бізге қажетті заттар. Білесіздер, пачуба не қолдану керектігін. Барлығы піскен, алдын ала дайындап, суытылған. Және де мен осындай қызыл пияз қолданамын. Алдымен бірінші қызылшамызды теркадан өткіземін. Тура осы пищевой пакеттің үстіне прямой өткізе бересіздер. Барлығын төрт-бұрышлеп жайып аламыз. Және де әр слойға майонез қосып отырамыз. Негізі кондитерский мешокқа салып алған тиімдірек еді. Енді мешогым бітіп қалған екен еді. Алдында енеме айтқан едім, балық түріндегі пачубаны жасап көрсетейікші деп. Менің енем жақсы жасайды. Берді алдағы уақытта оны да бөлісетін боламын. Оның жасалу жолы басқаша болады. Мен өзім жасай алмаймын, сондықтан енеме өтініш жасаған едім. Келесіде бұйыртса екінші мамамен бірге сіздерге жасалу жолын көрсететін боламыз. Енді осының үстіне балықты қосамыз. Балықты қоспастан алдын мен аздап тураймын. Өйткені бұл ірілеу екенді. Пиязды да турап аламыз сол салатты. Көп қоспаймыз. Аздап қана. Енді осы қызылшаның үстіне картошкамызды өткіземін. Өйткені балықты картошканың үстіне қоямын да. Рулет сияқты күшті шығады. Кесіп қойсаңыздар да, не ұзын шалап тарелкеге қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Енді үстіне тоже майонезді қосып шығамыз. Енді осының үстіне, картошканың үстіне балықты салдым. Енді пиязды да осылай әр жерлеріне қосып берсеңіздер. Пияз қоспайтындар, ұнатпайтындар да бар. Қосуға да, қоспауға да өз еріктеріңіз. Мен аздап қостым. Және үстіне, осының үстіне сәбіз қосып жатырмын. Үстіне тағы да майонез қосамыз. Осының үстіне 2 жұмыртқаны теркадан өткізіп қосып беремін. Бұның бетіне майонез қоспаймын. Осы қосқан жеткілікті. Қазір орап бастаймыз. Енді осы салатымызды
ұзындығына қарай орайсыздар ғой. Орау барысында аздап қиындық тудыртады, сондықтан екі адам болған дұрыс. Пешеойды да қатты қысқа кесіп алмаңыздар, өйткені екі шетінен бұрап орайсыздар ғой, сол кезде қиындық тудырады, шығып кетіп. Енді тура осыны холодильникке қойып, жарты сағатқа майонез сіңгенше қойып қоямыз. Сонда аккуратно алып, тегіс ыдыстың үстіне қойған дұрыс. Салатымыз почти дайын болып қалды. Енді осыны холодильникке қойып қоямыз. Кемі 20 минут тұрған дұрыс. Ұзақ тұрған сайын өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Қыздар, салат дейтін дайын болды ғой. Түрі де, өзі де әдемі болып шықты. Негізі дастарханға қоятын кезде екі шетіне салатыне листья қойып, бетіне петрушка мен әсемдік үшін сәндесеңіздер, дастарханның сәнін ашатынына сенімдімін. Бұйыртса алдағы уақытта балық формадағы салатта жасап көрсететін боламыз. Оның рецептін бұйыртса екінші мамам дайындайтын болады ол салатты. Сіздермен міндетті түрде бөлісемін ол салаттың түрімен. Ал сіздер де отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар.